ең бірінші проблема адамның омыртқасында, біз алдынан қараған кезде омыртқа ол былай түзу болу керек. Омыртқа қисаюы мүмкін да, ол сколиоз деп аталады. Ең бірінші проблема сізде сколиоз болуы мүмкін. Оны тексеру керек, то есть омыртқаның қисайғаны ол сколиоз. Екінші проблема, адамның омыртқасынан қырынан қараған кезде ол бүйтіп майысып тұрады, өзі көрдіңіз ба? Вид сбоку дейді ғой, қырынан қарап тұрмыз. Омыртқада 5 бөлік болады: мойын, кеуде, бел, сегіз көз, құйымшақ. Сізді мазалап тұрған бел мен сегіз көздің арасы мына жер. Мойынның майысқаны былай, кеуденікі былай, белдікі былай, өзінің изгибтары болады. Кейбір кісілерде ана изгиб болмайды, омыртқаны да ровно болады, қырынан қараса. Или наоборот, бүйтіп қатты майысып кетеді, Ким Кардашьян сияқты. Ол гиперлордоз или нарушение статики деп аталады. Бұл да проблема болуы мүмкін, белді ауыртатын. Екінші проблема, когда идет нарушение статики. Үшінші проблема остеохондроз. Бәрі адамға остеохондроз деп айта береді. Ол остеохондроз деген нәрсе не екенін түсіндіріп берейін. Омыртқа екі нәрседен тұрады: диск пен омыртқалардан. Омыртқа деген мына сүйектер ғой, мына позвонки дейді ғой, костная структура. Олардың арасында мындай подушка болады, амортизатор. Бұл диск деп аталады. Диск, омыртқа полностью позвоночка өсіп жүреді. Мына манекенді түсірсеңіздер, бұл манекен белдің манекені. Мына бел, төмен жақта тұрған сегіз көз, мына құйымшақ, копчик дейді ғой. Мына кеуде и мойын жоғары. Мына қараңыздар, диск, омыртқа, көрдіңіз ба, кезектесіп келе жатыр. Манекенді былай үлкейтсеңіздер, мына үлкейген түрі. Мына тұрған омыртқа осы болсын, мына тұрған диск, мына диск болсын, мына келесі омыртқа. И кете береді: диск, омыртқа, жоғары жаққа тура сол. Увеличение берешесі ғой просто. Мына диск деген нәрсе бұл шар, ішінде 80% гелеобразный жидкость. Сіз жүрген кезде бұл амортизатор. Бір шаг, екі шаг, үш шаг. Жүгірген кезде былай, ауыр зат көтерсеңіздер былай, сидячий образ жизни, например, постоянно нагрузкалар былай тиеді. Остеохондроз деген мына екі сүйек, мына дискті былай қысып тұрса, бұл остеохондроз деп болады. Міне остеохондроз деген нәрсе осы. Бұны емдемесеңіздер, мына диск шыдамайды, жыртылып кетуі мүмкін. Осылай мына жерден жыртылды. Жыртылған жерінен ішінде тұрған гелеобразный жидкості бүйтіп шығады да, міне қатып қалады. Бұл протрузия деп аталады. И уже нервті басып тұр. Мына сары нәрсе бұл нерв, мынау жұлын, спинной мозг, это его нервный корочек, уже басып тұр. Протрузия емдемесеңіздер, мына уже грыжа, то что больше. Вот основной бізге келетін бел ауырған кезде без проблем ол сколиоз, нарушение статики, остеохондроз, протрузия, грыжа. Конечно, басқа аурулар көп. Құдай сақтасын, сізде емес, бір орыс әйел кісі болсын, үлкен кісі. Туберкулез позвонка, бруцеллез, онкология, метастаза, рак, любые новообразования, гемангиомы, шпаномы, остеомы, заболевания сотни. Он не хочу объяснять. Основной без проблема түсіндіріп бердім. Тексеру керек. Белді тексеретін үш нәрсе бар. Пациент поликлиникаға барған кезде оған басында рентген предлагать етеді. Рентген деген нәрсе арзан, да, удобный. Но минустар, плюстардан то, что он дешевый, минустардан ол только на сүйектерді түсіреді. Жұмсақ нәрсені түсірмейді. На дискті, протрузия грыжаны, жұлынды, нервті, бұлшықеттерді рентген көрсете алмайды. Только сүйекті түсіреді. И еще зияндығы бар, облучение береді. КТ деген нәрсе бар. КТ деген ол тура сол рентген, только сол сүйекті түсіреді, облучение береді. Разница в том, что он 360 градусов түсіріп береді. Поэтому вам рентген КТ не нужно снимать. Вам нужно снимать МРТ. МРТ деген зияндығы жоқ, да, чуть дороже, он стоит от 20 тысяч и выше. Поликлиникада тегін берсе, можно в поликлинике. МРТ снимет и спинной мозг, и нервы, и мышцы, и все мягкое, протрузии, грыжи, диски, и костную ткань тоже все снимет. Вам нужно снимать МРТ. Мен біреудің МРТ-сымен көрсетейін вообще, что такое грыжа, например. 80-ші жылғы кісі, дальнобойщик, 6 айдан келген кісілер, мен полностью детально объяснять не буду, бір сниманы түсіріп беремін. Мынау арқасы оның бетімен мына жаққа қарап тұр. Қырынан қарап тұрмыз ғой, вид сбоку. Мынау тұрған омыртқа бұл белдің бірінші омыртқасы. 1, 2, 3, 4, 5, мынау 8 көз. S1, S2 деп кете береді. Мына омыртқаның арасында тұрған мына нәрсе, мына жаңағы дисктер, шариктер, осындай светлый болу керек. Мына қара деген сөз, екеуі уже қысылып жатыр, больные диски вот они. Вот это мына қара нәрсе бұл жұлын, спинной мозг, внутри позвоночный канал. Мына ақ нәрсе задняя продольная связка. Диск мына ақ нәрсені сыртынан шықпау керек. Ровно, наны көріп тұрсыз ба? Это огромная грыжа между L5 и S1. То есть бұны только МРТ көрсетеді. Рентген КТ бұны көрсетпейді. Они там начинают додумывать, на самом деле нет. Если возможность снять МРТ, снимите МРТ. Хотите бесплатно, это через поликлинику. Вот у него правосторонняя огромная грыжа. А МРТ-ның результаты қанша уақытта дайын болады? МРТ түскен кезде любой жерде результат